Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгін біздер күнде уборка жасаймыз деп үйімізге. Көнбеген жан-жаққа кетіп қаламыз, қонаққа кетіп қаламыз, жол жүріп келеміз. Көптен бері үй жинамап едік. Сол бүгін үй жинауға кірісіп жатырмыз. Үйіміздің бәрі шашылып жатыр. Қайта-қайта жол жүріп келдік, қайта-қайта қонақтыққа бардық. Сонымен жүргенде осы үйіміз жиналмай қалып еді. Бүгін біздерде генеральный уборка. Шалым деген менің ванналардан бастап тазалап жатыр. Менің жұмысым баяғы кухня, ас үйдің жұмысының өзі өмір бақи бітпейтін жұмыс екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бүгін біздер осы жақсылап тұрып уборкамызды жасап алайық деп кірісіп жатырмыз. Енді барлықтарыңыздың үйлеріңізде де осындай мешочектар, тартпаларыңызда толып жататын шығар. Мана біздер бір қатарын түске дейін жинап алып едік. Осы екінші қалған құтқан тағы да бар екен, соны да тазалап тастап жатырмыз. Ешбі алдыңнан шықпасын деп тартпаларға тыға береміз. Олар деген бірқырап кетеді. Солардың бәрін бір арасында жинап аламыз. Біраз қандай үй жинамай кетсең, осылардың бәрі ыбырсып кетеді ғой. Осы мынау дүкенге барған сайын пакет сатып ала бересің. Бұл пакеттердің де бір пайдасы болады. Бір ет салғанда, сүт өнімдерін бірдемелер салғанда үстіне қаптап тап-таза дүние жинап қойсаң керемет. Тек шашылып жатқанда ғана жаман, қалған уақыттың бәрінде бұлар керек, пайдалы дүние. Енді мен осы полкаларымда керемет қылып, өзімше бәрін қағыр сілкіп, керек емесін лақтырып, бәрін жинап алып жатырмын. Осы үйге бәрі керек. Осының біреуі болмай қалса, соны дүкенге барып сатып аласың. Сондықтан да осы керек дүнияның бәрін қайтадан орнына салып, солардың бәрін өзімше жинап жатырмын. Нан пісіргенде қосатындарым, салат жасағанда қосатын дәмдеуіштерім, осы полкының бәрі солардан толып тұрады менде. Бүгін бір сәті түсіп, жинап, лақтыратын бәрін лақтырып, бір рақаттанып жатырмын. Бір керемет өзіңде бір жеңілдеп қаласың, осы бір үй жинағанда. Көптен ойда жүрген нәрселер еді, бүгін бір жақсы сәті түсіп кетіп жатыр. Енді бір тартпа деген бықынап кеткен екен. Өткенде бір қонақ шақырғаннан кейін бәрі орнына салынбай, осылай үстіне салынып қалып еді. Енді осында қазір мен өзінің орындары бар. Сол орындарын жақсылап тұрып салып қоямын қазір. Ең бірінші жақсылап тұрып тазалап жуып алайын деп жатырмын. Қанша ыдыстың бәрін жуып салсаң да бәрібір қиқымдары түсіп, бір майланып кетеді. Сонда осы бір жақсылап жуып алып жатырмын. Астындағы патносын жақсылап тұрып жуып кептіріп қойдым. Енді бәрін қазір сорттаймыз. Осылардың бәрінің өзінің орындары бар. Бірақ қонақ шақырғаннан кейін шаршап қалатынымыз бар. Одан кейін анда-мында кетіп қалатынымыз бар. Осылай орнына салынбай қалады. Енді осылардың қазір өзінің орнына барады қазір. Осылардың бәрі керек. Балдар
Айтат маған, мама сенде бырық көп деп. Бырық бола ма, осының бәрі керек болады. Сол керек емес дегеннің бәрін жаңағы подвалға шығарып салып атамыз, сонда да білмеймін әйтеуір бәрі керек болып қалады. Осылардың біреуін лақып тастасам, сол момент керек болып қалады ғой. Өстіп бәрінің өз орнына салынды, осылай. Пайдаланатыным бар, пайдаланбайтыным бар. Өстіп орындарына салып, бөліп салып қойдым. Бұл да бір бітіп кеткен шаруа болды. Енді мен мына бір кафельдерге де білмеймін, лас тиетте қалады. Соларды да әлсін сүртіп алып жатасың, білмеймін. Осы білініп қалып жатады. Әлсін тамақ пісіргеннен кейін енді солай болатын шығар енді. Сол енді осы бүткіл шкафтарымды бәрін жақсылап тұрып, әдемілеп тұрып, жуып сүртіп алдым. Мен бір кухняның бәрін тазалап жинап болғанша, менің шалым бүткіл бөлменің бәрін сорып, полдарының бәрін жалтыратып, сүртіп алды. Енді кухняның жұмысы, өздеріңіз білесіздер, өте бітпейтін жұмыс. Бәрін сорып, жақсылап тұрып, полдың бәрін жуып қойған. Енді ортаны сорып жатыр. Мен де кухняның бәрін жинап болдым, тек енді жуатыны ғана қалды. Сонымен біздер осы ойдай бір 2-3 сағат осы жүрген шығармыз. Әбден шаршадық та. Уборка жасау да оңай жұмыс емес. Сол келім-кетім кісің болады, шақыратын қонағың болады. Әйтеуір осы үй жинаудан біздің де қолымыз тимей қалады кей уақытта. Сол енді мен де сол шалымның жинап кеткен жерлерінің бәрін мен енді қайтадан орындарына апарушымын. Кілемдерімді жайып, отырғыштарымның бәрін орындарына қойып, сол тоңқаңдап өстіп, осының бәрін орнына келтіріп алып жатырмын. О да жақсы жуып беретін кісің болған. Сол бәрін орнына қойып болдым менде. Мына отырғыштардың өзі де зілдей. Соның бәрін орнына қойдым, кілемдерімді жайдым. Мына бір жақында қонақ болған. Сол ыдыстарымда орнына салынбай тұр еді. Қазір осылардың бәрін қайттан орындарына, коробкаларының бәріне салам. Сонымен көптен бері осы ән жасаймыз, міне жасаймыз деп жүрген жұмыстарымыздың бәрі бүгін бір сәті түсіп кетіп, керемет қылып жинап алып жатырмыз. Бұл да бір бітіп кеткен шаруа болды. Міне осылай мен де күшті қылып залымды жинап алдым. Басқа да бөлмелерімді жинап алдым. Сөйтіп бүгін біз үлкен іс тындырдық. Осы көптен бері жасай алмай жүрген жұмысымыздың бүгін сәті түсіп кетті. Үйімізді жалтыратып, керемет қылып тазалап алдық. Міне осындай бізде тап-таза үй шықты, бәрін орнына қойдық. Сол бүгінгі біздің күніміз осылайша сәтті өтті деп айтуға болады.
Құрметті менің оқырмандарым, егер менің бейнем ұнаса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Мен күнде керемет видеолар салып тұруға тырысамын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер деген өтінішім бар. Арнаға тіркеліңіздер, үлепіл қалдырыңыздар. Біздің еңбектерімізді жақсылап бағалап кетіңіздер дегім келеді. Қош, сау болыңыздар.